Мен Ермаханбетова Шынар Абдикеримовна, Жамбыл облысы Меркі ауданы номер 5 Ағарал жалпы орта білім беретін мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі, педагог, зерттеуші. Педагог барлық білім беру жүйесінің негізі, жаны және жүрегі. Педагогтың негізгі басты мақсаты рухани бай, ізденімпаз, адамгершілігі мол адамды қалыптастыру болып табылады. Қазіргі заманды педагогтар ізденуші, зерттеуші, технолог, өнертапқыш, шығармашылықпен жұмыс істейтін жаңашыл болу керек. Бастауыш сынып мұғалімі жас ұрпаққа терең білім беру арқылы ел іргетасының берік болуына өз үлесін қосады. Себебі оларға жас шыбықтай елген бастауыш сыныптың бүлдіршіндерін тәрбиелеу деген үлкен міндет жүктеліп отыр. Ұрпақ тәрбиесіне үлкен жауапкершілікті алып, білім алушыларымның бойына тың біліммен қатар адамгершілік қасиеттерді дарытып, шәкірт тәрбиелеу ісіне араласып келемін. Қазіргі заманға сай білім алушыларымның сұранысын ескере отырып, сабақтарымда түрлі әдіс тәсілдерді пайдаланып, сапалы оқытуды мақсат етемін. Қазіргі заман педагогі рухани дамыған, әрі әлеуметтік тұрғыдан есейген, педагогикалық құралдардың барлық түрлерін шебер меңгерген білікті маман, өзін өзі әрдайым жетілдіруге ұмтылатын шығармашыл тұлға. Білім берудің ұлттық моделіне көшкен қазіргі мектепке ойшыл, зерттеуші, практикалық қызметте педагогикалық үйлестіруді шебер меңгерген іскер мұғалім қажет. Әсіресе осы қасиеттер ілімнің іргетасын қалаушы бастауыш сынып мұғалімдеріне ерекше міндеттеледі. Аталған міндеттерді ескере отырып, сабағымда заманауи білім беру платформаларын, жасанды интеллект құралдарын, STEM технологияларын пайдаланамын. Осы орайда бастауыш сыныптарда математика пәнінде STEM идея тақырыбында авторлық бағдарлама құрастырып, іс-тәжірибеден өткізудемін. Шәкірті өзінен озған ұстаз, еңбегі ақталған ұстаз. Өйткені өмірдің заңы даму, ілгерілеу, озу. Талантты, дарынды оқушыларды қолдау мақсатында мен зерттеушімін және жас білімпаз атты жобалармен жұмыс жасап келемін. Жобалар аясында бастауыш сынып білім алушыларының танымдық, шығармашылық, зерттеушілік қабілеттерін және логикалық ойлауын дамыту, ғылымға баулу мақсатында жұмыстар жүргізіледі. Нәтижесінде шәкірттерім облыстық, республикалық байқаулар жүлдегері. Атап айтсам, Зерде республикалық ғылыми жобалар байқауы, облыстық алтын сақа бастау олимпиадаларының жеңімпаздары атануда. Қазіргі уақытта әрбір педагог үшін өз білімдерін шыңдау, дамыту басты мақсат болып табылады. Себебі білім бір орында тұрмайды, ол үздіксіз дамып отырады. Әр күн сайын педагог жаңа ашылулар, жаңалықтар оқып, жаһандану дәуіріне қадам басуда. Осыған орай өзімді білімімді жетілдіру курстарына қатысып, дамытып отырамын. Алған білімім мен тәжірибемді педагогикалық және әдістемелік кеңестерде бөлісемін. Сонымен қатар республикалық, облыстық баспа беттерінде озық тәжірибеммен бөлісіп келемін. Адамның адамшылдығы жақсы ұстазан болады демекші, біліммен қатар шәкірттерінің бойына патриоттық, адамгершілік, зияткерлік, эстетикалық тәрбиені, ұлттық құндылықтарды сіңіру мақсатында тәрбиелік іс-шаралар өткіземін. Өзім жетекшілік ететін әдістемелік бірлестік, облыстық үздік бастауыш сынып бірлестігі байқауының жеңімпазы атанды. Бәсекеге қабілетті мұғалім болу үшін өзімнің педагогикалық шеберлігімді шыңдап, түрлі байқауларға қатысып келемін. Атап айтсам, республикалық алтын тұғыр олимпиадасы, бастауыш сынып мұғалімдерінің облыстық олимпиадасының жеңімпазымын. Тынымсыз еңбегімнің нәтижесінде Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының, Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының оқу әдістемелік орталығының, Меркі ауданы білім бөлімінің құрмет грамоталарымен марапатталдым. Бойында байқағыштық, сезімталдық, әділдік, байсалдылық, ұстамдылық, сабырлық сияқты қасиеттер тоғыса келе, мейірімділік атты ұлы ұғыммен ұштасып жатса ғана, ұстаз еңбегі
өз мәресіне жетіп, ұлы педагог деген ардақты атаудың шын иегері болады деп пайымдаймын.